Армысыздар неге каналын тамашалаушылар, сіздердің назарларыңызға бүгінгі ұсынатын әңгімеміз нәресте деп аталады. Ендеше лайк басып, әрдайым комментарий қалдыруды естен шығармайық. Ендеше кеттік. Айбол мен Гүлнұр қыз бен жігіт болып танысты. Таныстықтары одан әрі үлкен махаббатқа ұласып, екеуі отау құрды. Үйлене салысымен олар алғашқыда ауылға барып, бір апта болғанымен беташардан соң қалаға қайта келді. Себебі мұнда екеуінің де жұмыстары бар болатын. Пәтер жалдап тұрды. Алғашқыда сүйіп қосылған жұп махаббаттан бастары айналып, қиыншылықты да онша ескермеді. Бірақ қиындықтың барлығы дүниеге тұңғыш сәбилері келген соң басталды. Пәтер суық болғандықтан ба, бала да ауырып, ауруханадан шықпады. Одан қалса оның дәрісі, үйлену үшін алған несие мен процентке алған ақшаның қарызы, баланың памперсі мен өзге де асай-мүсей дейсіз бе, азық-түлік, пәтер ақы, тағы да басқа қарыздар жиналып, енді Айбол шындап қиналайын деді. Екеуі де жұмыс жасайды, бірақ ақша жетпейді. Осылайша қарызға батқан күндер өтіп жатты. Онымен қоса Айболды бұрын қалай байқамаған, ол кезде аздап сыралататынына мәнде бермеуші еді Гүлнұр. Қазір тіпті ол да үдеткен сияқты. Тіпті соңғы ақшаға дейін сұрап алып, егер бұл ол мардымсыз ақшаны бермесе, жалынып сұрап, я болмаса айқайласып жатып әйтеуір тартып алып кететін кездерде жиіледі. Сондағысы 2-3 мың теңге. Ал ол ақшамен бірі кетсе, бірі келіп таусылмайтын пайдасыз достарын күтетін. Солардың сыраларын алып беретін. Тіпті маңайдағы дүкен мен дәріханаға да қарызға белшеден батқан. Ал Айбол мен Гүлнұрдың арқа сүйер ата-аналары осыдан 200 шақырым қашықтықта басқа өңірде болатын. Гүлнұр да қашан үндемесін, ақырындап тілі шығып, тіпті Айболдың пайдасыз достарын әзіл қалжың аралас үйден қуып шыққан кездерде болды. Осындай айқай-ұйқай мен жоқшылыққа толы сүреңсіз күндер өтіп жатты. Үкіметтің аштан өлтірмейтін, шайлыққа да зорға жететін айлығын алса бір қуанады. Ал оның ештемеге жетпейтінін білсе, көңіл күйлері қайта түседі. Ал Айболдың аптасына ішетін әдеті тіпті күн аралататын болды. Соңғы уақытта таң атқанда бірақ келетін кездерде жиіледі. Осындай бір қиын қыстау кезеңдерде Гүлнұр тағы көтерді. Құрсағына бала біткеніне қуанудың орнына түрлі ойлар маза бермеді. Мынандай күйде жүре берсек, отбасымыз ойран болары анық. Ертең екеуміз ажырасқан жағдайда 2 баламен қайда барып күнелтемін. Бір баланың өзін асырай алмай отырғанымыз мынау. Оның үстіне жолдасының ішкілікке бүйрегі бұрып тұратындығынан өзіне дұрыс болашақ көрбей, түбі адам болмайдау деген үмітсіздікке бой алдыра бастаған еді. Осындай күндердің бірінде ол жан жолдасы әрі бірге жұмыс атқаратын құрбысы Манатқа барлық жағдайды айтып, одан ақыл сұрайды. Құрбысы не десін, басында басу айтқанымен, бірақ Айбол дұрыс жолда жүрмегендігін, әрі құрбысына жаны ашыған оның бар айтқаны ақылы, мүмкін алдырып тастарсыңдар, деді. Жассыңдар ғой, әлі алда талай бала көтересің деп қосып қойды. Құрбысының ойы өзінің ойымен бір жерден шыққан соң, ақырындап ол ойын Айболға да айта бастады. Айбол алғашында тіксініп қалғанымен, оған да шайтан ой қосты ма кім білсін. Кейіннен ол да, иә, әзірге қоя тұрсақ қоя тұрайық, жағдайымызды дұрыстап алайық, балан сосын туарсың деп келісімін берді. Осылайша Гүлнұр құрбысы екеуі бала өсіп кетпей тұрғанда құтылмақ болып, құрбысынан қарызға ақша алған Гүлнұр жеке аурухана бөлімшесіне барып, баланы алдырып тынды. Басы айналып үйге зорға келген Гүлнұрды құрбысы үйге сүйеп әкелді. Алғашқыда қандай үлкен қателік жасағандарын екеуі де байқамады. Тіпті бұл қателіктерін уақыт өте келе ұмытып та кетті. Осылайша 3-4 жылға жуық достарымен сыралатып жүрген жұбайына бір күні ес кіріп, өзінен өзі жиіркене бастады. Арада екеуі талай ажыраспақ болып, талай қосылды. Айбол осындай өзіне өзі көңілі толмай жүрген күндердің бірінде түнде бастырылуы жиіледі. Түнде біреу келіп кеудесіне отырып алады да мұны қылқындырады.
Ал бұл жан даусы шыға айқайлайды. Осылайша күндердің бір күнінде ішімдікті азайтып, несие тарихын жаңартатын таныстар тауып, көлемді несие алып, қашанғы пәтерде жүре бермекпіз, жасым болса 30-ға таяды деп, алған несиесіне қаланың шетінен жер алып, қалған ақшасына үйдің қабырғасын көтерді. Бірте-бірте астына ескі де болса мініп жүргенге қажет деп көлік алды. Үй салғанмен үйленгенге Алла көмектеседі демекші. Үйді бастамақ ниетін алғаш айтқанда әке-шешесі қарсы болды. Себебі Айбол бұған дейін сенімнен шығып та кеткен еді. Ал ата-анасы Айболды үлкен көлемдегі несиеге кіріп кетсе, оны төлей алмай, отбасы ойран болады-ау деп қорыққан еді. Бірақ ата-анасының алдынан бір өткен соң, қарсылық танытқандарына қарамастан Айбол жерді алып, үйді бастап кеткенін көріп, бауырлары мен ата-аналары да қолғабыс етіп, 4-5 жылда тамды көтерді. Ал бұл уақытта намазға жығылған Айбол отбасының жауапкершілігін мойнына алып, одан әрі үкіметте үйдің кезегінде тұрған оған 2 бөлмелі пәтер берді. Астындағы көлігінде анағұрлым жылы жаңасына ауыстырған Айбол мен Гүлнұр көп ойланбастан барлығы бірге тұрғызған үйді ата-анасына тастап, өздері жаңа пәтерге бөлек шықты. Бұл кезде баяғы қарыздарына толық құтылған олар аздап ақшаның басын құрастырып, жаңа үйдің ішін жаңа дүниеге толтырды. Бірақ екеуінің де ойынан бір нәрсе шығар емес. Олар, біз сонда тек осы бір қызбен қаламыз ба деген ой еді. Себебі әлгі бір өкінішті оқиғадан соң Гүлнұр мүлдем бала көтере алмады. Бармаған жері, баспаған тауы қалмады. Тәуіп дейсіз бе, балгер дейсіз бе, дәрігер тіпті әулие әмбие дейсіз бе, бәрін аралады. Бірақ еш нәтиже болмады. Енді бұлар отпуск ойларын қосып, оған үстіне несие алып, жылда Алматы қаласына жасанды ұрықтандыру орталығына сабылатынды шығарды. Оған да кезекке тұрып та жасатты, қаржымен де жасатты. Бірақ еш нәтиже болмады. Осылайша олар 4 мәрте эко жасатқан соң, бірнеше миллион ақшалары кеткен соң, тіпті қарыздана бастағандықтан, екеуі де бұдан әрі еш нәтиже шықпайды деп тоқтауға шешім қабылдады. Бірақ Гүлнұр жаз мезгілі шықса болды, Алматыға барайыққа басатын әдетіне тағы басты. Жарайды деді Айболда, бірақ осы жолғы барғанымыз соңғы рет болсын. Одан әрі үміттенбейік. Болатын нәрсе болады, болмайтын нәрсе болмайды деді. Себебі осыған дейін 4 рет жасатқан эколары болмағандықтан оларда үмітсіздікке салына бастаған болатын. Алла сәтін салғанда 5-ші экодан Гүлнұрдың құрсағына бала бітіп, 9 ай 9 күн дегенде кесір тілігі арқылы ұл баланы дүниеге әкелді. Екеуі де және оларды танитын жақындарының да қуаныштарында шек болмады. Осылайша қуанышты күндер өтіп жатты. Бірде Гүлнұр ұйықтап жатып түс көрді. Түсінде жанында жолдасы, тұңғыш қызы мен жаңа туылған нәресте 4-еуі тұрып суретке түсіпті. Ал ұялы телефоннан суретті қалай түсіппіз кәнекей деп қараған сәтте жандарында 5-ші адамның сұлбасы тұр екен. Сұлбасы болғанда да анық адамның кейпі, үстіне костюм шалбар киген жасөспірім баланың бейнесі. Тіпті шашы да көрініп тұр. Бірақ бет-әлпеті бейне бір монтажбен жасалғандай түрі жабылған, жасырулы. Әлгі көрген түсі жиілей берген соң, ол түсін жұбайына айтты. Осынау түстен соң Гүлнұр мен Айболды үлкен ой торлады. Қазір екеуі де Құран оқытып, 7 шелпек таратудан өзге дәнеме де істей алар емес. Ал сіз қалай ойлайсыз тыңдарман? Енді олар не істеулері керек? Тылсымның сырларын шешуге бірге атсалысайық. Егер әңгіме ұнаса, лайк басып, лайықты түрде комментарий қалдырыңыздар.